Көп қабатты тұрғын үйдің 4-ші қабаты өртеніп, күйіктен бір адам қайтыс болды. Қайғылы жағдай 18-ші мөлтек ауданда 8-ші үйде орын алған. Баспанасында жалғыз қалған 10 жасар бала оттың ортасында қалып қойған. Болжам бойынша жасөспірім өртті өз қолмен жасауы да мүмкін. Өйткені бөлмедегі жатын орын жанған. Салдарынан көк түтін тұрғын үйге тарап, көршілердің назарын аударған. Бірден тұрғындар өрт сөндірушілерге қоңырау шалады. Дер кезінде келген мамандар есікті бұзып ашуына тура келді. Ішке енген өрт сөндірушілер бөлмедегі алауды сөндіріп, баланы аман алып қалуға тырысып, жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізді. Алайда жасөспірімнің денесі қатты күйік шалған болса керек. А родителей до сих пор нет, да, с работы? Нет, уехали в больницу. А, с ребенком? Отец в командировке на работе. Дәрігерлер жасөспірімнің өмірін аман алып қалуға тырысты. Алайда 10 жасар бала емхананың төсегінде жан тапсырған. Айта кету керек, жасөспірім өзінің бөлмесін түсініксіз суреттермен безендірген. Сондай-ақ мектеп оқулығының жанында пышақтар мен темекі қалдықтары жатты. Оқиға орнында жұмыс жасаған мамандар бөлменің 5 шаршы метрі жанғанын мәлімдеді. Бұдан бөлек жасөспірім өз-өзіне қол салып тамырын кесіп, мұнан соң үйді өртемек болған деген болжам бар. Әзірге нақты ақпарат жоқ. Бұл мәселеге қатысты анықтау жұмыстары жүргізілуде.